күресетін, қасқыр болып қалған адамдардың мекен ететін жері ғой. Сен сияқтылар өмір сүремейді бұл жерде. Сіз де басында мен сияқты болып келген шығарсыз? Жоқ, мен өзім салыстырмас десем. Мен сен сияқты болмағам. Мен сонда кім екенмін? Сен өзіңе қарашы. Мен сен сияқты біреудің алдына қайыр сұрап бармағам ешқашан. Қайыр? Қалай қайыршы? Мен сонда қайыршы көріп тұрсың ба не? Сен өзің тірлігіңе қарашы енді кімсің? Сен де сол кезінде мектепті әрең бітірген жоқсың ба? Ауылға сыймағаннан кейін келдің қалаға, не қолыңа сәл дүние бітіп, басқаша сөйлеуге бола ма не? Мен мектепті қалай бітіріп шаруам болмасын. Мен мына жерге өз күшіммен жеттім. Сен құсап ешкімнің алдына барып сүмірейген жоқпын, түсіндің ба? Осыдан да еш нәрсен керек емесе, жұмысыңда басқан да керек емесе, өзіңде қолына келеді любой нәрсе. Осы нәрсені күттім ғой мен сені. Енді неғып тұрсың, бар, істеп, сүмірейме мен алдында. Мен сен кішкене ауылда бауырым ғой деп мен сен көмек сұрап келіп тұрмын, мен тупой. Тупой? Мен ба тупой? Сен болып тұрсың мына жерде тупой. Мұның айналаңа қараш, адамдар қалай өмір сүріп жатыр. Ертең сен қалаға келіп, шынымен жолың болмай, беш болып кететін болсаң, саған ешкімнің жаны ашымайды. Ойбай, мына баланың жолы болмай қапты, ойбай, мына баланың андай болып қапты деп. Саған көмектесетін мен емес, қоғам емес. Саған көмектесетін өзің. Сен әрқашан өзіңе сен, өзіңнің күшіңе сен, өзіңнің еңбегіңе сен. Оны мен емес, саған Абай айтқан. Сонда ғана сен өзіңнің жетістігіңе жетесің. Көмектескім келмесе, көмектеспеймін деп айтасыз деп өйтіп Абайды араластырып өйтпей. Еркекше айтайын бар ғой, келгеніме өкініп тұрмын қазір. Бізге де бір ісің түседі, көреміз сол кезде. Бар, істе. Шымкент, бір жұмысыңды қимадың ба маған? Миллион халықты сыйдырып, бір адамды сыйдырмадың ба? Мен сенен ақша сұраған жоқпын ғой. Мен сенен жұмыстан басқа не сұрадым? Әп-әдемі қаласың. Өз-өзіне ақылдыларды жинап, төріңе төменді көрмейтіндерді неге отырғызып қойдың, а? Алло. Мере, айта бер.